Қайырлы күн білім алушылар. 4-ші сынып математика сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы құрама есептер. Бүгінгі сабақтан сіздер есепті теңдеу құру арқылы шығаруды, есептің шешуін өрнек түрінде жазуды және есепті түрлі тәсілмен шығаруды меңгеретін боласыздар. Ендеше сабағымызды бастайық. Алдымен ширату тапсырмасына назар аударайық. Сіздерге өрнек берілген. Өрнектің мәнін дұрыс табатын болсақ, Байқоңыр ғарыш айлағының құрылысы қай жылы басталғанын білетін боласыздар. Қане шапшаңдатып өрнектің мәнін таба қойыңыздар. Өрнектің мәні 1955-ке тең екен. 1955 жылы 12 мамыр күні Байқоңыр ғарыш айлағының құрылысы басталған екен. Бүгінде Байқоңыр ғарыш алаңы әлемдегі ең ірі ғарыш айлақ. Бірінші тапсырмаға назар аударайық. Есептің шешуін өрнек түрінде жаз және шығар. Алдымен есептің шартымен таныс болайық. Тікұшақ 2 сағатта 568 км ұшты. 1420 километрді ол қанша уақытта ұшып өтеді? Алдымен 1400 километрді қанша уақытта ұшып өткенін табу үшін біздер 1 сағаттағы ұшып өткен уақытын тауып алады екенбіз. Яғни шешуі 1420 бөлінген жақшаның ішінде 568 бен 2-нің бөлінісіне тең. Бұл есептің жауабы 5 сағат. Яғни жауабы 1400 километрді тікұшақ 5 сағатта ұшып өтеді екен. Жауаптарыңыз сәйкес келді деп ойлаймын. Екінші тапсырмаға назар аударайық. Тік бұрышты параллелепипедтің көлемі мен қырының ұзындығын табуға берілген есептерді формулаларды қолдана отырып шығарамыз. Көлемі, ұзындығы және ені белгілі 3 түрлі қорап берілген. Осы қораптардың ұзындықтары белгілі, ендері белгілі, биіктіктері белгісіз. Биіктігін табу үшін біздер ұзындық пен енін көбейтіп көлемге бөлетін боламыз. Сонымен бірінші қораптың көлемі 60 сантиметрге, екінші қораптың көлемі 9 дециметрге және үшінші қораптың көлемі 160 сантиметрге тең екен. Жарайсыңдар балалар, жауаптарымызды тексеріп ала қойыңыздар. Енді үшінші тапсырмаға назар аударайық. Есепті екі түрлі тәсілмен шығар. Алдымен есептің шартын оқып алайық. Екі кеме бір айлақтан бір уақытта бірінен бірі қарама-қарсы бағытқа жолға шықты. 2 сағаттан кейін біреуі 52 километр, ал екіншісі 48 километр қашықтықта болды. 1 сағаттан кейін екі кеме бір-бірінен қандай қашықтықта болады? Бұл есепті шығару үшін біз алдымен екі тәсілді қолдануымызға болады. Бірінші тәсілде біз ұшақтарды жеке-жеке тауып аламыз. Ал екінші тәсілде екі ұшақтың жүрген жолын қосып екіге бөлетін боламыз. Жауабы 1 сағаттан кейін екі кеменің арақашықтығы 50 километрге тең болады екен. Бұл жерде есімізге сақтайтын жайт, балалар қандай тәсілді таңдасақ та өзімізге тиімді, оңай тәсілді таңдауымызға болады екен. Екі тәсілмен шығаратын болсақ та жауабымыз дұрыс болады екен. Енді балалар, білгенге маржан, біздің бөліміміз ғарышқа саяхат бөлімі. Енді осы Байқоңыр ғарыш айлағы туралы қызықты мәліметтерге назар аудара қойыңыздар. Адамның алғаш рет ғарышқа ұшқан кезеңінен бері 50 жылдан астам уақыт өткен екен. 12 сәуір адамзаттың ғарышты бағындырған күні. Сондықтан 12 сәуір ғарышкерлер күні болып бекітілді. Байқоңыр ғарыш айлағында Протон, Союз, Зенит және Днепр ғарыш зымыран кешендері бар екен. Байқоңыр пайдалануға берілген уақыттан бері 1300-ге жуық зымыран ұшырылған. 61 жылы 12 сәуір тарихта тұңғыш рет ғарышқа адам ұшты. Ол Юрий Гагарин
ғарышта болып қайтты. 91 жылы 2 қазан қазақтың тұңғыш ғарышкері Тоқтар Әубәкіров ұшқан екен. Байқоңырдан ғарышқа бірінші адам аттанғаннан бері қаншама жер серіктері, ғылыми зерттеу станциялары, ғарыш корабльдері ұшырылды. Соның нәтижесінде ғылымымыз өркендеп, табиғаттың талай тылсым құпиялары ашылды. Демек, Байқоңыр ғарыш айлағының адамзат баласы үшін де, еліміз үшін де алар орны ерекше. Адамзаттың ең алғашқы ғарышқа сапары қазақ жерінен басталған екен. Енді балалар, 4-ші тапсырмаға назар аударайық. Есепті теңдеу құру арқылы шығарамыз. Яғни автосаяхатшылар бірінші күні 70 км/сағат жылдамдықпен 5 сағат, ал екінші күні 65 км/сағат жылдамдықпен бірнеше сағат жүрді. Олар барлығы 870 км жол жүрді. Автосаяхатшылар екінші күні қанша сағат жол жүрді? Енді бұл есепті біз теңдеу құру арқылы шығарамыз. Теңдеуіміз құрылды, яғни 70 пен 5-ті көбейтіп, 65 пен 5-ті көбейтіп қосып, тең болады, 870-ге тең болады екен. Осылай теңдеуіміз құрылды. Жауабы, яғни екінші күні автосаяхатшылар 8 сағат жолда болған екен. Жауаптарыңыз, балалар, сәйкес келді деп ойлаймын. Бізде 5-ші тапсырма есептердің дұрыс шығарылғандығын тексере аламын ба? Яғни тексер. Параллелепипедтің көлемі оның бөліктерінің көлемдерінің қосындысына тең бе? Бізде параллелепипед берілген, оның екі бөлігі бар. Жасыл түсті бөліктен және қызыл түсті бөліктен құралған. Осы параллелепипедтің өлшемдері берілген, оның көлемін табатын болсақ, 360 см кубқа тең екен. Ал енді бір-біріне сәйкес келе ме, оны табу үшін біз жеке-жеке бөліктердің көлемдерін тауып қарастырайық. Жасыл бөліктің көлемі бізде 280 см кубқа, ал қызыл бөліктің көлемі 80 см кубқа тең болады екен. 280 мен 80-нің қосындысы 360 см кубқа тең. Яғни біздің жауабымыз дұрыс екен. Жарайсыңдар балалар. Өз жауаптарыңыз тексеріп ала қойыңыздар. Құрметті білім алушылар, бүгінгі сабақ сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Сабағымыздың соңында қорытындылай келе SMS әдісі арқылы кері байланыс ұстаздарыңызға жібере қойыңыздар. Бүгінгі сабақта маған не ұнады, маған не ұнамады және нені білгім келеді. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.